бақыт дегенді кім қалай түсінеді? Бақыт дегенді кім қалай түсінесіздер? Микрофон бар ма залда? Бұлай да, менде мына доп бар, көп адамдар қол көтеріп айтқанға, біздің әсіресе біздің қазақ халқы немене кішкене ұялып отырамыз, жасықпыз ба деген сияқты. Сондықтан қолдарыңызды жоғары көтеріңіздер. Лақтырам, кез келген адамда бір түсінік бар ғой, бақыт деген не екені да. Ұста. Жаңа бірінші доп кімге тиді, сол адам ұстап алуға тиіс болатын. Бауыр, айналайын, тұрағы. Сенің ойыңша бақыт деген не? Бақыт дегеніміз, бұл арман мақсаттарымыз орындалуы деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Адам арман мақсаты орындалса, сол бақыт деп соны түсінеді екен да. Сіздер, доп лақтырмай өзінің ойы адамдар бар ма? Өз ойын айта алатын адамдар бар ма? Өжет адамдар. Берші мына жігіттерге. Әркімнің өзінің түсінігі бар ғой. Саған бақыт деген не? Бақыт деген азанда денің сау болып тұрсаң, жарық дүниені көрген, сол бақыт деп ойлаймын. Сол бақыт. Жақсы, ана біреу айтады, арман мақсаттың орындалуы. Біреу айтады, таңертең тұрған кезде дені қарның сау болса, сен уже бақыттысың дейді. Келесі мына. Армысыздар, құрметті қазақ елі. Енді бақыт деген ең біріншіден ол отбасымыз болса, отбасың бар болсын. Екінші жағдайымыз қазіргі таңда материалдық жағдай болып отыр. Отбасың бар болса, ішетін тамағың, киетін киімің, баспанаң жақсы болса, сен бақыттысың дейік. Қасындағы адам қой берейік. Мен ойымша, бақыт деген ол белгілі бір результат емес, яғни оған жететін жол. Біз сол процесстен нәтижеге жететін жол. Рахат алу сол бақыт болып. Сол нәтижеге жететін жолға кетіп бара жатқан кезде содан рахат бір ләззат алатын болса, сол бақыт деген сол. Жақсы, енді бұны шексіз сұрақ қоя беруге болады, шексіз жауап ала беруге болады. Енді 100 адамнан сұрасаң, 100 адамда бір-бірдей емес, әрқайсысы әртүрлі қылып айтады. Келісесіздер ғой? Қазір әрқайсыларыңыздың ішіңіздеріңізде басқадай бір жауап тұрған шығар. Мен былай деп ойлаймын деген сияқты. Енді қазақта мынандай сөз бар. 4 құбыласы тең деген. Бір адамды бір жетістікке жеткен, былай айтқанда барлық жағдай бар адамды айтады, дені сау, отбасы аман есен, көңіл күйі әрқашан жақсы, қайғы уайымда жоқ, өмірде өз орнын таба алған адам болатын болса, оны 4 құбыласы сай адам дейді. Негізгі жаңа бақыт деген сөзді мен әдейі сұрап жаттым. Бақыт деген қалай түсінесің дегенде 4 құбыласы сай болса, адам сол кезде ғана бақытты болады.